Баршаңызға қайырлы күн. Ішек қарыннан осындай өте дәмді болып шығатын палау дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге түйенің етін қосамыз. Ішек қарынын, майлы ішек қарынын, морковын, 2 морковты араластырып, жуасын осылай бәрін дайындап алдым. Тұздығына жуа мен укроп қосатын боламын. Қазанға майымызды құйып, майымызды қыздырып алғаннан кейін жуасын салып, араластырып, қызарғанша қуыратын боламыз. Енді жуамыздың үстіне ішек қарындар мен еттерін салып, 30-40 минуттай қып-қызыл болып қызарғанша жақсылап тұрып қуырамыз. Осындай әдемі болып қуырылуы керек. Енді үстіне морковын салып, бәрін бірге морковы жұмсарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Палауымыз дәмді болу үшін осындай қызарғанша қуырып алған дұрыс. Суымызды құйып, ішек қарын мен еті жұмсарып піскенше 30-40 минут қайнатып аламыз. Күрішімізді салғаннан кейін газдың астын барынша күшейтіп, суы тартылғанша қайнатамыз. Енді қазанымыздың аузын жауып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Мінекей палауымыз өте дәмді болып шықты. Ішек қарыннан сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.